Саламатсыздар ма? Авиация колледжі география пәні оқытушысы Мұстафа Эльмира Мамытқызы. Құрметті білім алушылар, бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы зерттеу әдістерінің түрлері. Бұл жерде оқу мақсаты зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолданамыз. Яғни мақсатымыз ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтай аламыз. Сөйтіп қорытынды шығаруға үйренеміз. Ендеше географиядағы салыстырудың дамуы және ерекшеліктері жалпы салыстыру әдісі ерте кезден бастап қолданып келе жатқан кең тараған әдістердің бірі. 19 ғасырда неміс ғалымы Гумбольдт салыстыру әдістері жер арқылы жер шары қабықтарының заңдылықтарын зерттеп, физикалық географиялық негізін қалаған. Ал 20 ғасырда геохимиялық, геофизикалық, әуе ғарыштық әдістердің көмегімен осы алынған мәліметтер салыстырыла бастады. Салыстыруда орасан зор мүмкіндік беретін математикалық әдіс, GH технологиялар осы арқылы жүзеге асырылады. Жалпы географиядағы салыстыру әдістері үш негізгі бөліктен тұрады: синхронды салыстыру, диахронды салыстыру және баламалау әдісі. Синхронды салыстыру деген бұл біртекті нысандардың белгілері мен көрсеткіштерін бір уақыт кезеңінде салыстыру болып табылады. Ал диахронды салыстыру бұл бір немесе бірнеше нысанның белгілерін көрсеткіштерімен әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша салыстырыламыз. Ал баламалау әдісі басқа ғылым саласында жақсы зерттелген дүниелермен салыстырып, негізгі балама табу арқылы зерттеледі. Жалпы бір нысанның әртүрлі уақыт кезеңі бойынша, яғни диахронды салыстыру, көрсеткіштері арқылы қасиеттерін салыстыру, бұл өзгерістер арқылы анықталады. Мысалға, бір қаладағы жылдық орташа температураны алайық, ол соңғы 100 жылда көрсеткіштерін салыстыру нәтижесінде қорытынды жасаймыз. Содан кейін зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері болса, ол көрсеткіштерді салыстыру нысандары арқылы білім аламыз. Мысалы, екі көлдегі судың химиялық құрамын салыстыру десек. Немесе нысандардың салыстырудағы синхрондық дегеніміз бір уақыт аралығында салыстыру. Синхронды түрде салыстырған кезде біз жалпы аумақтық ерекшеліктер туралы білім аламыз. Мысалы, Қазақстан Республикасының облыстарында 2018, 2022 немесе 2024 жылға дейінгі туу коэффициентін салыстыру керек болса, Қазақстан ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің деректерін аламыздағы оны ең жоғарғы туу коэффициенті арқылы салыстырамыз. Мысалы, Маңғыстау облысында 29,7% болса, ең төмен көрсеткіш солтүстік Қазақстанда 21,7% болып тіркелді осы уақыт аралығында. Сөйтіп, осы салыстырмалы географиялық әдіс географияда қолданбалы зерттеулерде аумақтар мен елдердің көрсеткіштерін салыстыру арқылы ерекше анықталады. Оларды топтастырып, жіктей аламыз және болжам жасап, алдыға мақсат қоя аламыз. Бұл деген сөз географиядағы салыстырудың қандай да бір ережелерін сақтау арқылы жүзеге асады деген сөз. Енді ол ережелер қандай? Ол ережелер біртекті нысандарды салыстырамыз, бір нысанның қасиеті мен көрсеткіштерін диахронды түрде салыстырамыз, және салыстыруды зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштері бойынша жүргіземіз. Сонымен қатар нысандарды салыстыруда синхронды түрде жүргізіледі. Енді, құрметті білім алушылар, осы бүгінгі тақырып бойынша сіздерге тапсырма. Елдердің жастық, жыныстық пирамидаларын төменгі жоспар бойынша салыстырамыз. Бұл жерде Венесуэла мен Йемен республикасы туралы мен мысалдарды көрсетіп қойдым. Сіздер тағы да өздеріңіз осы екі елді аласыздар, өз қалауларыңызша, сөйтіп осы бағалау дескрипторлары бойынша салыстырма жүргізесіздер. Пирамидалардың типін анықтайсыздар, пирамидалардың басты айырмашылықтарын анықтайсыздар, болашақта пирамидалардың қалай өзгергенін айтасыздар. Рахмет.